Сәлем достар, осындай ерекше котлет дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қарауға кеңес берем. Бұл котлет бізде кешкі астан қалған, яғни бешбармақтан дайындайтын боламыз. Әдетте бешбармақтан біз жылтпа жасайтынбыз, немесе нарын жасайтынбыз. Бұл жолы ерекше өзім бірінші рет дайындайын деп тұрмын. Котлет дайындайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай миксерге осы бешбармақты түгел салайын деп тұрмын. Яғни түгел дегенде араластырылып. Негізі ютубтан іздеп қарап едім. Біреулер таза наннан жасайды екен, немесе таза етінен жасайды екен. Мен барлығын қосып бір жасайын деп тұрмын. Өзім де бірінші жасайын деп тұрмын. Бірақ жасап көрдім, өте күшті шықты. Жіберген қателіктерімді ескеріп өтем. Мен жіберген қателіктерді сіздер жібермеуге тырысыңыздар. Әдемі шығады. Осылай жаңа айтып өткендей, етін, нанын, картоғын барлығын араластырып миксерден өткізіп алдым. Егер миксер болмаса, блендер болмаса, мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Осылай екі бөліп өткізіп алдым. Қатты ұсатқан жоқпын, орташа қылып. Міне осындай қылып дайындап алдым. Майы бар, еті бар, картоғы бар, барлығы. Осылай болып шықты. Бір шұңғыл ыдысқа салып дайындап аламын. Міне дайындап алдым. Енді көріп отырғандарыңыздай бұрыш қана салдым. Себебі тұзы, татымы барлығы кеше піскен ет болғасын дәл келіп тұр. Сосын жуаны тірлей көбіктап турап бір жуа салдым. Арасында өзіндік дәмін берсін деп свежий жуа. Енді көріп отырғандарыңыздай ыдырап кетпес үшін мен бұған үйдің жұмыртқасын қостым. Араластырып міне көріп отырғандарыңыздай екі жұмыртқа жақсылап араластырдым. Бұл жұмыртқаны қосу себебінен өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар, ыдырап кетпес үшін. Осылай жақсылап араластырып алдым. Сыртына осындай сухари, ұнталтылған сухари супермаркеттен сатып алдым. Осыны салайын деп тұрмын. Негізі бұны салмау аунатайын деп тұрмын. Негізі бұған аунатпауға кеңес беремін. Себебі бұл майға түскенде күйіп, май мықты күйіп кетеді екен. Сыпырып қалады екен. Сондықтан бұның орнына ұн пайдаланғандарыңыз дұрыс. Мен бұны пайдаланғаным дұрыс болмады. Өкініп қалдым. Енді көріп отырғандарыңыздай осылай дөңгелектеп неге жаңа сухариге аунатып дайындап аламын. Май қызғанды тек сала қоятындай қылып.
бірақ сіздерге кеңес берем, бұл сухариді пайдаланбаңыздар, майды күйдіріп жібереді, бұның орнына ұн. Енді көріп отырғандарыңызда мен ұн салмай істеп едім, бір алғашқы үшеуі бірікпейді екен, қолмен ұстағанда ыдырап кетіп тұрады. Байқасаңыздар, бірігуі қиындау болады. Мен ойлағам, жұмыртқа салды, болды, бірігіп кетеді деп. Сөйтсем, ұн салу керек екен. Содан осылай үшеуін жасап болғаннан кейін барып, ұн салу керектігін түсініп, ұн қостым. Осы көлемге бір 2 ас қасық ұн жеткілікті болды. Көріп отырғандарыңыздай, қалған 2 ас қасық ұн қосып жақсылап тағы араластырып алдым. Сол кезде әдемі бірігеді. Майға салған кезде де ыдырамайды. Міне көріп отырғандарыңыздай осылай бір қасықтың көлемінде алып, құрт сияқты қылып жасап, сосын жаңағыдай ұнға былғап бір тәлкеге барлығын дайындап алдым. Май қызған кезде тек салып отыратындай қылып. Жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Үйдегілердің бәріне ұнады. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Өз ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ас болсын, бір ерекше тағам. Әйтпесе жылтпа жасасақ, ол жартылай ішіледі, жартылай ішілмей қалады деген сияқты. Мына жерде барлығы бірдей желініп қалды. Келесіде тағы жасайым деген ойдамын. Барлығын жасап болып, міне қызып тұрған майға осылай жайлап салдым. Міне жаңа айтқаным, сухариге салмаңыздар деген, байқасаңыздар, уже майға түсіп, сыпырылып түсіп, күйіп жатыр. Салар кезде тағы бір рет осылай қолмен үстін басып қойдым. Сухарилар майға түскен кезде шығып кетпеу үшін. Екінші қайтара. Міне осындай әдемі котлет шықты. Қасына күріштен гарнир дайындадым. Күшті. Жасап көріңіздер, ас болсын.